Өрлеу біліктілікті арттыру институтында үздіксіз білім беру дамудың тенденцияларымен келешек атты телекөпір өтті. Онлайн режимде өткен шараға Санкт-Петербургтың жоғарғы оқу орындарының оқытушылары, ұлттық орталықтың өңірлік филиалдары мен жергілікті педагог мамандар қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалда. Егерде әлемнің жаңаруы мектепті жаңғыртудан басталса, табысты мектептің қайнар көзі болашақ педагог мамандарды дайындаудан басталады. Телекөпір қазақстандық ресейлік қарым-қатынастағы білім беруді насихаттау шеңберінде өткізіліп жатыр. Телекөпір барысында болашақ педагог мамандарды дайындау сабақтастығы және олардың біліктілігін арттыру төңірегінде пікір алмасу өтеді. Телекөпірдің өзектілігі бүгіндері білім мазмұнын жаңарту жағдайында Назарбаев зияткерлік мектептері тәжірибесін жалпы білім беретін мектептерге тарату жағдайында жаңаша ойлайтын педагогтарды қалыптастыру қажеттілігінен туындап отыр. Бүгінгі телекөпірдің модераторы Александр Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті. Шарада үздіксіздік пен сабақтастық шартындағы педагогтардың кәсіби дамуы талқыға түсті. Біз тәрбиелеп отқан шәкірт жан-жақты тәрбиелі, бәсекеге қабілетті тұлға болып шығуы тиіс. Сондықтан да бүгінгі телекөпірден менің алатыным мол деп ойлаймын. Себебі мұндай дәрежедегі, мұндай деңгейдегі іс-шараларда көптеген мәселелердің басы ашылады. Телекөпір жұмыстың нәтижесі бойынша ұсыныстар қабылданды. Лаура Тілепова, Жасұлан Бектен, Қуаныш Қазбеков, Ақпарат.